Қыздар, мен мына женский счастье гүлімді фитоспоринге салып, тамырына корневин сеуіп, жаңа топыраққа, жаңа горшокқа ауыстырған болатынмын. Стресстен шығару үшін жапырақтарына цирконды шашып, осылай тепличка жасап қойған болатынмын. Пакетімнің жан-жағы ашық қалған болатын, соны скотчпен жауып, ешқандай да ауа кірмесін деп осылай бекітіп қойған болатынмын. Енді мені сіздермен бірге ашып қарасам деп отырмын. Бұл гүл менде сквознякта тұрып, тамыры жаурап қалған болатын. Терезе ашық қалып кетіп, сонымен тамыры мұздап, жаурап, мына гүл қараңыздар, мына тамыры жаурап қалған кезде осындай стресс алған болатын. Алдыңғы видеоларда мен көрсететін боламын. Тамыры өте керемет, тамыры шірімеген. Көп жағдайда, осындай жағдайда, мысалы, тамырын ашып қараңыз, шіріген деп жатады ғой. Мына қараңыздар, ешқандай да тамыры шірімеген. Мен фотосын салып қоямын.